Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында ләңгі жасаймыз. Маған анам көмектесетін болады. Үй жағдайында ләңгі жасау үшін бізге күріш, және де қайшы, және де ине, және де жіп керек. Тағы да қалың емес жұқалау мата керек. Менің анам түйіншектеп болды. Ал енді бізге артық қалған маталарын домалақ қылып қию ғана қалды. Артық маталарын алып тастадық, енді шеттерін жүн сияқты қию ғана қалды. Міне біз ләңгінің шеттерін жүн сияқты қиып шықтық, ал енді ойнау ғана қалды. Дайын. Міне біз қорғасын орнына ішіне күріш салдық, ауыр болу үшін. Енді қазір Әділ ойнап көреді. Салып болды. Енді маған ағам ойнап үйретеді. Осылаймен жалпағынан аласың. Осылай арнайы ұпайлар болады. Сен енді өзің жасап көр. Ол тамаша. Бұны ойнаған өте қызықты.